Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бүгін бұл мен Арсис қалайсыздар. Қарсы достар, бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарыңыздай мен ең бірінші тапқан екі қарумен топыр алып көретін боламын. Короче солай достар, тағы да мен сіздерге айтар бір жаңалығым бар. Қандай жаңалық десеңіздер, менің осы каналымдағы осы көріп тұрғандарыңыз ең соңғы видео. Неге деп мен сұрақтар қоймай-ақ қойыңыз, солай болу керек болды. Мен бірақ та ешқандай ютубтан кетпеймін, жай болғаны осы каналдан кетем. Егер де мен тағы да видеоларымды көргілерің келсе, описанияда екінші каналым ссылкасы тұр. Сол екінші каналыма енді видео шығарып бастайтын боламын. Мен сіздерді сол каналда күтем. Ал видео басталмастан каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ал енді біз өзіміздің видеомызға кеттік. Короче, достар, міне біз өзіміздің каткімізге де келдік. Енді примерно біз қазір мен пиккелі клоктойырға. Давай кеттік, клоктойырға секіреміз қазір. Так, енді мен қазір ең бірінші екі тапқан қарумен топыр алам. Қандай қару түседі екен маған? Екі ближний, ойбайка. Бытчыты шығып атқан аружылар түспесін. Бір ближний, бір дальний болса, вәші топ кететін еді. Достар, короче, мен егер де қазір топыр алмаса, мен сіздерге өлең айтып беретін боламын. Так что видеоның соңына дейін қараңыздар. Так, мынау ең бірінші попытка түсірем ал. Осыдан кейін бастамайым. Өз сразу өлең ба, сіздерге сразу өлең айтып беретін боламын. Так что до конца қараңыздар. Так, енді біз сол жақтағы осы алдымыздағы үйде қандай оружие бар екен десең, Так, мына жерде Томпсон және де пышақ десең. Енді біз екінші оружиямызды көретін боламыз қазір. Опана, екінші оружиямыз біздің МК. Ема, кайф. Уқты үштік рюкзак сразу. Енді. Үштік шлем. Опана, андер адам. Ой, күлкісі қандай. Так, аны қайда? Қайдасың, бауырым? Опана, нағотсың, бауырым. Мә, саған бауырым десең. Так, налутында нормально, жомын емес, жақсы. Енді жоғарда да атыс болатыр, пайди. Енді не істейміз? Так, жоғарда атыс кетті. Қайда кетті? Оп, бауырым. Мына жерде екеу маған атып атыр. Опа, терден секірдім, сәлем. Так, енді деген мына жерде біз қаяқтан шығады екен, шақтар естіліп жатыр. Опана, екінші этажына стенка қойып тастапты, енді біз кеттік, ара шығарып көрейік. Так, шошып кеткенсің ғой, ема. Анау қайда енді? Анау секіріп кетті да, пайди. Секіріп кетті енді. Біз де оның артынан секіреміз. Секір. Так. Ой, жоқ, бақпа дейлік қалмы, терен секірмейді. Так, енді, мә саған басыңа, бауырым. Так, енді, ұлтат еті опана, атып бізге, атып. Енді біз оған рашқа барамыздан істейміз. Так, мә саған, бірақ ол жарылмайды, көзі ағарғаннан бізге не пайда. Так, енді, анауын істейді екен. Атып өзінше. Опа, қашып батыр. Мә, қоя, кетті ме, Free Fire кетіп дейін сен. Да, енді, ондай болып тұрады, енді, хед ұшпай қалатын кездер болады. Опа, мына үйдің ішіне адам жүрген сияқты жоқта, да? Шақ дұрыс естілмей жатыр, короче. Бір мәнісі болар. Так, по идее, мына үйдің жоғарында сияқты бар, крышасында. Крышасында деп па, екінші этажында, үшінші этажында, по идее. Так, ана адам жоқ енді. Кетті, қашты, бітті. Так, енді. Опана, аны екінші этажында жүр. Біз екінші этажға кеттік. Ойбай, кім мұнау? Ойбай, зажимать етпе, бауырым. Опа, стенкасы бар екен. Нормально, дерскі. Енді біз кеттік тағы да. Уже бізде 3 килл. Енді тағы да топыр алуға тырсамыз. Егерде мен қазір көз алдарында ойбай, анау болып қалып атсам, енді сіздерге өлең айтып берем. Так. Опана, минус бір стена.
Так, енді қазір біз мынаны өлтіріп көретін боламыз. Если өлтіре алмасақ, біз өлтіре алмаймыз. Ұрып қаламыз, короче. Сосын мен сендерге гитарамен әндетемін деп бір өлең айтып отырмын. Әндетемін айтпаймын енді, бірақ бір өлең айтамын. Дни ночи ма соны айтамын. Оппана, мына жақтан тағы бір адам. Ема тыныштық бермедіңдер ғой. Че там ойбай, мына жерден көрінбей жейін ба деп едім бір. Жақсы ата бердіңдер ғой. Бля, не адамсыңдар ғой. Ой, бәлә. Не істейміз, кеттік жақсы өлеңімізге. Ал тыңдаңдар ал. Ал, короче, достар, ал мына біз өлеңімізді бастаймыз, кеттік. Дни и ночи я скучаю, а тебя я вспоминаю, любимая моя. Без тебя я погибаю, а тебя я вспоминаю. Забери меня к себе на небеса. Сағынған жоқпын немесе уақыт бәріне дүресім мазасыз күйдемін шыда сүйгенім. Короче, достар, осылай шықты, короче. Егер де ұнаған болса, каналға тіркеліп және осы видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған бұл мен Арсис. Келесі видеода жүздескенше, давайте.